өткінші бөлім өтетін күніміз. Күрделі зат әртүрлі атомдардан тұратын зат екен, иә. Енді құрметті оқушылар, сіздер бүгінгі күнді жазып дәптерлеріңізге 8-ші параграф химиялық элементтер және олардың таңбалары. Бүгінгі күнді жазайық, тақырыпты жазайық. Ана жоқ. Қай мектеп айтып жатыр бұны? Авторды ұшып қойдыңдар ма? Достары ұшып біз жауап беретін жауап. Тақырып жазып болдыңыздар ма? Химиялық элементтер және олардың таңбалары. Кітабымызды ашайық, жалпы шолып шығайық. Химия элементі дегеніміз не, оны қалай таңбалаймыз, ол не деген сұрақтарға жауап берейік. Осы химияда орыс ғалымы бар, Менделеев деген, өзіміз барлығымызға таныс шығар. Мынау бізде кітапта ең бірінші бетте айтамыз, Менделеев кестесі бар деп айтамыз. Мына жердегі барлығы бізде химиялық элементтер. Осы элементтерді алғашқы рет химия элементтер және де химиялық қосылыстар туралы ғалым деп дұрыс дәл анықтама берген екен. Қазіргі уақытта мына кітап бойынша сіздерде 118 химиялық элемент белгілі. Жалпы химиялық элемент дегеніміз не? Осы сұраққа кім жауап береді? Элемент дегеніміз не? Химиялық элементтердің ішіне не кіреді деп ойлайсыздар? Атомдардың белгілі бір түрі. Батыс мектебі. Жақсы. Ол химиялық элемент деген атомдардың бір түрі. Тағы да кім не айтады? Бізді қоршаған орта, жұлдыздар, аспан әлемі болсын, жерде болсын, осының барлығы біз не нәрсе? Осы элементтерден құралған. Қазір енді сіздерге түсінікті болу үшін видео сабақ. Элементтердің өз атауы мен өз таңбалары болады. Әрбір элементтің өзінің жаңағындай атауы мен таңбалары болады. Олардың барлығы қайдан шыққан, қалай шыққан, қазір көріп алайық. Қазір мен не қоямын? Демонстрация қоямын экраны. Көрінді ма? Экран көрінді ма, оқушылар? Бізді қоршаған бәрі көптеген әртүрлі заттардан тұрады. Мысалы, мына үстел ағаштан жасалынған. Оны біріктіріп тұрған шегелер темірден, ал мына құмыра шыныдан жасалған. Бұл заттардың барлығы біртекті және бөлінбейтіндей көрінеді. Бір қызығы, барлық материалар шынында да ұсақ бөлшектерден тұрады. Алайда, біз оның жеке компоненттерін жай көзбен көре алмаймыз. Жақсы. Келесі видеоны көрейік. Көптеген химиялық элементтердің атаулары көне заманнан бері келеді. Кейбір атаулар элементтерге тән қасиеттерді сипаттайды. Мысалы, хлор жасыл сары түсті газ. Оның атауы жасыл деген мағынаны білдіретін гректің хлорос сөзінен шыққан. Әдемі түсті қосылыстар түзетін ванадий элементінің атауы скандинавиялық сұлулық құдайы Ванадис есімінен шыққан. Күн мен айдың грекше атауларынан гелий мен селен элементтерінің атаулары туындаған. Соңғы кезде элементтерге әдетте олар табылған географиялық орындардың атаулары, мысалы Европи,
америций, полоний, рений немесе атақты ғалымдардың құрметіне қойылған атаулар беріледі. Мысалы, Эйнштейни немесе Менделееви. Түсінікті ма? Қалай аталынатыны? Енді химиялық Элементтер таңбаларды пайдалану арқылы элементтерді белгілеудің ыңғайлы жүйесін ойлап тапты. Әрбір химиялық элемент бір немесе екі әріпті таңбамен белгіленеді. Бірінші әріп бас әріппен, ал екіншісі кіші әріппен жазылады. Мысалы, көміртек С, мыс С, У, оттек О, ал темір F, Е әріптермен беріледі. Көптеген элементтердің таңбалары олардың латынша не грекше атауларына байланысты белгіленген. Элементтердің таңбаларын қазіргі таңда белгілі барлық элементтер берілген периодтық кестеден табуға болады. Түсінікті ма, оқушылар? Енді мына жерде сіздерге тапсырмалар бар. Түсінікті, қалай аталанатыны, қалай таңбаланатыны түсінікті, оны мына жерде сіздерде 46-шы бетте кесте тұр. Осы жерде сіздерге ең көп кездесетін химиялық элементтер берілген. Ең бірінші азот. Азот таңбасы N, оқылуы N, оның салыстырмалы атомдық массасы 14-ке тең екен. Одан кейін алюминий Al деп белгіленеді. Көріп тұрсыздар ма? 46-шы бет. Сіздер 46-шы бетте ма? Оның салыстырмалы атомдық массасы 27 екен. Енді былай істейік. Мынау ең бірінші бетті ашайық пенделік кестесіндегі. Осы жерде ең бірінші сіздерде сутек орналасқан. Сутекті қараймыз. Белгіленуі қалай екен? Айтамыз, сутек деп айтылады, H деп жазылады. Бұл бізде реттік номері 1-ге тең домаланып тұр ғой. Барлығы рет-ретімен орналасқан. Сутек 1-ші, гелий 2-ші, литий 3-ші, бериллий 4-ші болып рет-ретімен орналасқан екен. Олардың салыстырмалы атомдық массалары жаңағы кружочек тұр ғой, домаланып реттік номердің астындағы сандарға тең екен. Сіздерге осы жерде кейбір элементтердің, көп кездесетін элементтердің атаулары мен таңбалары жазылған. Осы жерді бір оқып шығайық барлығымыз, сосын тапсырма орындайық. Бір қарап көз шығыңыздар, сосын тапсырма орындайық. Қай жерде оқып шығасыз? Кесте тұр ғой, 3-ші кесте. Азот, алюминий, барий, бор, бром, сутек, темір деп жазылып тұр ғой кестеде. Жаңа көрсеттім ғой. Мынау кестені оқып шығыңыздар. Енді осы кестенің ішінде осы химиялық таңбасы С деген элемент бар ма? Бар. Бұл не екен? Көміртек. Алтыншы номерде. Қалай оқылады екен? Көміртек. Атауы қандай екен? Атауы көміртек. Мұғалімдер көмектеспейміз, оқушылар өздері істесін. Химиялық элементтің таңбасы Fe дегеніміз не екен? Атауы қалай екен? Темір екен. Келесі Ku дегеніміз не екен? Купрум. Атауы қандай? Келесі бізде не нәрсе? Атауы? Фосфор. Тексереміз бе? Мына жерде
С емес, просто С болу керек. Жақсы, қалғандары өте дұрыс. Оқушылар күшті жауап беріп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Келесі үшінші жаттығу. Енді химиялық элемент таңбаларына сәйкес атауларын көрсет дейді. Біріншісі бізде не нәрсе? Аяламаймыз оқушылар. Айналмай бағалай алмай қалам қазір. Шет мектебі. Дарья мектебі. Дарья мектебі айтып жатыр ма? Кім айтып жатыр? Кальций. Кальций дұрыс. Келесі Батыр мектебі. Шуламаймыз оқушылар. Көміртек. Келесі Хлор. Дарья мектебі. Хлор. Келесісі Хлор. Бор. Дарья мектебі. Бор. Жақсы белгіледің. Келесісі Дұрыс алайық, тексерейік, иә? Жақсы, барлығы дұрыс. Оңай болды ма, тапсырма? Оңай болды. Қатты қиын емес, иә? Енді химиялық элементтердің бізде химиялық элемент, жалпы химия біздің сабағымыз осы элементтермен тығыз байланысты дедім, иә? Енді осы химиялық элементтер металдар және бейметалдар болып екіге бөлінеді екен. Сол туралы видеоролик көріп алайық, сосын ажырата аламыз ба, көреміз. Жақсы ма? Жақсы. Шартты түрде екі бөлікке бөлейік. Сызықтың сол жағында орналасқан элементтер металдар, ал оң жағындағылар бейметалдар. Бейметалдардың қасиеттері алуан түрлі және олар сыртқы түрімен де ерекшеленеді. Азот, хлор, оттек, сутек газдар, бром, қоңыр сұйықтық, фосфор, йод және күкірт қатты заттар, әрі олардың әрбірінің өз түсі бар. Металдардың бірқатар ортақ қасиеттері бар және оларды көбіне ажырату оңай. Сызық бойымен орналасқан элементтер жартылай металдар немесе металлоидтар деп аталады. Олар металдардың да, бейметалдардың да кейбір қасиеттері. Металлоидтарға мысалы бор мен кремний жатады. Екі элементте балқу температурасы жоғары мұрт сынғыш қатты заттар. Металлоидтар салыстырмалы түрде электр тогын нашар өткізеді. Сондықтан оларды жартылай өткізгіштер деп атайды. Кремний ең маңызды жартылай өткізгіш. Ол электронды чиптер жасауда қолданылады. Жақсы, оқушылар. Сіздерде кестенің ең соңында металдар және де бейметалдар деген кішкене мәліметтер бар. Соны түсіндіріп өтейін, кітаптарыңызға қарап отырамыз. Жаңа айттық, периодтық кестені екіге бөлеміз дедік. Металдар және де бейметалдар. Оларды қалай ажыратамыз? Металл дегеніміз жалпы не? Металдар дегеніміз. Не металдар? Қалай ажыратамыз? Металдар мен бейметалдарды. Металдар, олар өткізеді, я жылуды да жақсы өткізеді. Бізде металдардың ішінде сұйық метал бар, ол бізде сынап екен. Сынап дегеніміз не екен білесіздер ма? Сынап, сұйық металл, басқа металдар 20 градус температурада шыңдалуға бейім, иілімді, берік электр тогы мен жылуды жақсы өткізеді. Жақсы, металдар не деп сұраған кезде электр тогын жақсы өткізеді деп айтамыз, иә? Жаңағындай шыңдалуға бейім, иімділігі бар және де берік заттарды айтамыз. А бейметалдар дегеніміз не? Мұрт сынғыш, тогын өткізбейді. Электр тогын өткізбейтін химиялық элементтерді атайды екенбіз. Бейметалдар өткізбейтін. Жақсы, өте дұрыс. Қазір енді сол туралы видео сабақ көріп алайық. Элементтердің басым көпшілігі металдар.
Бейметалдар азырақ. Металдардың сыртқы түрлері өзара ұқсас болып көрінеді. Олардың барлығы электр тогы мен жылуды өткізеді. Бейметалдардың қасиеттері металдардың қасиеттеріне қарама-қарсы. Бейметалдар бейметалл мысалы ток күкірт өткізбейді, электр иә? тогын да жылуды да өткізбейді. Бөлме температурасында газ күйінде болатын элементтердің барлығы, мысалы оттек, азот және сутек бейметалдарға жатады. Түсінікті, иә? Қалай ажыратамыз десе, электр тоғын өткізеді және де электр тоғын өткізеді. Екіге бөліп аламыз. Енді сіздерге тапсырма. Үшінші жаттығуымыз, яғни біздің істеп жатқан. Берілген заттардың қайсысы электр тоғын өткізетінін анықтаңдар дейді. Дұрыс жауап саны 4. Шуламайық, жақсы ма? Қайсысы осы элементтердің ішінен қайсысы электр тоғын жақсы өткізеді? Алюминий, темір, магний, кальций. Кім жауап беріп отыр? Тыныш, шуламаймыз. Батық мектебі, айтыңызшы, темір, сосын шуламаймыз. Магний. Сіздер өтірік жауап беріп жатсыздар, олай айғайлап қажет емес. Алюминий, феррум, магний, кальций. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Осылар бізде металдға жатады екен. Алюминий металл, кальций металл, темір металл, магний металл. Енді мына жерде сіздерге көрсетілген темірді қосқан кезде біздің светіміз не істеді? Жанды, иә? Магнийді қосқанда, алюминийді қосқанда, кальцийді қосқанда. Жаңа айттық қой, темір дегеніміз ол электр тоғын жақсы өткізеді дедік. Енді 5-ші жаттығу. Заттардың металдар және бейметалдарға жіктеп жазамыз. Шуламаймыз, мен қазір сұрап отырам. Шет мектебі, микрофондарыңызды қосыңыздаршы. Бір оқушы. Кальций, металл, шуламаймыз қалғанымыз. Кальций, металл ма, бейметалл ма? Бейметалл. Шуламаймыз. Металл ма, бейметалл ма? Металл. Кім бейметалл деп отырған? Металл ма, бейметалл ма? Бейметалл. Алюминий. Күкірт. Көміртек. Айғайламаймыз. Оқушылар, жауаптарыңыз өте дұрыс. Осыны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақ жақсы ма? Оқушылар, сабақ түсінікті ма? Химиялық элементтер түсінікті ма? Металл мен бейметалды ажырата аламыз ғой? Болып отырғандарыңызға өте қуаныштымын. Мынау тапсырманы 5-ші жаттығуды дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Қалған сабақты өз мұғалімдеріңізге бересіздер. Микрофонды өшіріңіздер. Камераларыңызды өшіріңіздер. Рахмет. Жазбаңдар ешкім. Қайшуақ.
Dұрыс салынды. Білімді тексер. Периодтық жүйесін ашамыз. Атомдық номерлары 1, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 35. 80-ге дейін осы элементтерді периодтық жүйесінен табасыңдар. Сосын металл, бейметалл жазасыңдар. Так, реттік номері 6-ға тең қандай элемент? Камила, реттік номер 6-ға тең қандай элемент? Көміртек. Қайда жатады? Көміртек ол бізде Металл, бейметалл? мұғалім. Металл. Келесі элементті жазамыз. Реттік номері 8-ге тең. оттек ол бейметалл. Реттік номері 12. Келесі. 14. Бейметалл дұрыс айтасыңдар. Реттік номері 18 Айжан. Аргон. Қандай элемент? 18. Аргон. Бейметалл. Так, аргон бейметалл. 20. Қайтыға берілді ғой. 26. Металл, бейметалл. Металл. 29. 25. 25. Марганец. Марганец. Металл, бейметалл. Металл. Дұрыс айтасыңдар. 26. Темір. Ол металл. 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 29. Қандай? Металл. Келесі. 30. Ол мырыш. Металл болып келеді. 47. Металл. 29. Алтын. Ол металл. 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 Арнақтың жаңа айтып кетті ерекшелігі. Қандай металл болып келеді ол? Ол бізде анау не магнитті тартпайтын электр тоғын. Жоқ, қандай? Сұйық металл. Сұйық металл. Ерекше металлдардың арасында ерекше сұйық металл. Неге қай жерде қолданылады? Қай жерде сынақты көрдіңдер? Сұйық металл деген немесі бар. Бірден қатырып суға салып қоятын. Температураны өлшейтін кездегі, мысалы, адам температурасы қызу көтерілген кезде, градуспен өлшеген кезде, сол жерде көтерілетін күміс сияқты жылтыр. Жақсы. Енді периодтық жүйесінде тағы да сендерге нақты периодтық жүйесінде қараймыз. Сендерге түсінікті болу үшін мынау кітаптағы фазат, бірінші фазаттар. Қайсы металл, қайсы бейметалл. Мынау көлгін түспен ол міндетті түрде металл. Түсінікті ма? Андаспаймыз. Содан кейін мынау қызыл, қосымша топшадағы мына қызыл түспен. Ол да міндетті түрде металл. Түсінікті ма? Енді көппен көрсетілгеннің арасында жартысы металл, жартысы бейметалл. Енді бейметалдары қайсы? Мұны бромнан бастап мұны тұздықты сызатын болса, мұны 3 мұрыш қылып. Астыңғы жағы мұны алюминий, галлий, германий, инди, қалайы, тульма, калий, қорғасын, вискут, полоний, олар металдар. Түсінікті ма? Мынау жағы мұны. Көрдіңдер ма? Бор, кремний, көміртек, азот, олар бейметалл болады. Түсінікті ма? Так, енді жаңа сендерге айтылып кетті ғой. Жай зат. Тұра берсін. Жай зат. Жай зат қандай заттарды жай зат деп айтамыз? Бірдей атомдан құралған жай зат. Мысалы, сендерде суретте кітапта көрсетіліп тұр. 48-ші беттегі қараңдар, мұны сутегі бірдей 2 атомдан тұрады. H2 жай зат. Түсінікті ма? Азот. Жай зат.
Оттек. O О, екі дейміз. Фтор. F2. Хлор. Хлор. Екі дейміз. Я. Бром. Бром. Екі дейміз. Йод. Йод екі дейміз. Түсінікті ма? Бірдей атомдардан тұрады. Жазылған кезде мұны O2, H2, хлор 2, жай заттар. Бірдей атомдардан тұрады. Ал күрделі заттарды, қандай заттарды күрделі зат дейміз? Атомдары әртүрлі. Қараңдар. Міне сендерге күкірт сутек көрсетіліп тұр. S, H, әртүрлі элементтерден тұрады. Формуласы H2S болады. Түсінікті ма? Так, келесі қандай? Аммиак. N, H, қанша? NH3. Аммиак. Түсінікті ма? Так, келесі метан қалай болады? H4. Көмір қышқыл газы. Енді оның формуласын білеміз, қандай? CO2. Әртүрлі атомдардан тұратын күрделі заттар, бірдей атомдардан тұратын жай заттар. Түсінікті ма? Түсінікті. Енді қазір мен сендерге стандартты айтамын. Так, енді сендерге мен салыстырмалы атомдық массаларын айтам, сендерге мен тастайсыздар. Түсінікті ма? 107 қандай элемент? 107. Салыстырмалы атомдық масса реттік номер емес. 107 dediniz mi? Иә? Var 107 değil çok mu? Жоқ бар? Yok. 108 өмір. 108. O argen. Так, реттік номер, салыстырмалы атомдық масса 207. Реттік номер, салыстырмалы атомдық масса 28. Силициум, кремний. Так, 35,5. Хлор. Так, феррум.